Балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы тасмолы археологиялық мәдениеті. Оқу мақсаты археологиялық ескерткіштерді сипаттау, бағалау критерийлері археологиялық ескерткіштерді сипаттайды, мұртты обалар құрылысының ерекшелігін анықтайды, мұртты обалардың ерекшеліктерін талдайды, обалардың шығу тарихын анықтайды, картадан көрсетеді. Тасмола обалардың ерекшеліктерін талдайды және анықтайды. Біздің заманымыздан бұрын 7-3 ғасырларда орталық Қазақстан аумағында мекендеген адамдар ерекше желі құрылыстарын қалдырған. Олардың шартты түрде мұртты обалар деп атады. Адамды жерлеу үшін жасалған сопақша оба құрылыстарының негізін құрайды. Оның шығыс жағынан әдетте де кіші обалар салынатын болған. Мұнда жылқы, сол обалардың балалар жылқының ірі малдың сүйектері табылған. Обалар үлкен, кіші қорғандар және шығыс бағытта доңғаланған тізбек тастардан тұрады. Яғни балалар тасмола обаларында ұзындығы 20 метрден 200 метрге дейін созылған тізбектер мұртты болғандықтан археолог ескерткіштер зерттеуі бойынша ғалымдар мұртты обалар деп атаған. Көріп тұрғандай балалар мұртты обалардың көрсетілгенін алдарында суретте көрсетілген. Ең алғаш ескерткіштер балалар Павлодар облысындағы Екібастұз ауданындағы тасмола деген жерден табылған. Яғни осыған байланысты археолог ғалымдар табылған ескерткішке байланысты балалар мұртты обалар деп атаған. Осы мұртты обаларды зерттеу жұмысын жүргізген алғашқы көрнекті ғалымыз Әлкей Марғұлан. 1904 жылы, 1985 жылдары Павлодар облысындағы Баянауыл жерінде дүниеге келген. Ол кісі тарихшы, өнертанушы, археолог балалар және де көптеген ғылымдардың еңбектерін жазған. 1933 жылдары балалар ең алғаш археология ғылымының негізін қалаған. 1941 жылы балалар Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері деген атақ алды. 1961 жылы, яғни археология ғылымдарының академигі болып, үлкен атақтарға ие болды. Және сонымен сол кісінің шәкірті Қадырбаев, ол кісі де осы тасмоланы зерттеуге экспедицияға қатысып, көптеген жәдігерлер табылған. Яғни сол жәдігерлерге қарайтын болсақ балалар, мұртты обалардың табылған ескерткіштердің ішіндегі балалар, ол ең құндылығы бізге осы күнге шейін жеткен қоладан жасалған ыдыстары және әшекейлік бұйымдар, сол кездегі қорғандардан табылған алтын бұйымдары керемет үлгіде нақышталып жасалған балалар. Ғалымдардың зерттеуі бойынша сол мұртты обалардан балалар құмырал өте сирек кездескен. Яғни сол кездегі көшпенді тайпалар қандай болған балалар? Көшіп қонуына ыңғайлы болу үшін ыдыстарын неден жасады балалар? Қыштан жасады. Кейін ол қыш қандай болды балалар? Яғни қоладан жасаған ыдысқа қарағанда қыш құмыралар қандай болды? Өте мықты. Жоқ балалар. Яғни бұның қоладан қарағанда қыштар өте ұзаққа шыдамы не болған? Шыдамы өте төмен болған. Сол себептен көшіп қонуына ыңғайлы болу үшін ыдыстардың барлығын неден жасалды? Қола ыдыстарынан жасалған. Сонымен қатар балалар әшекейлік бұйымдарына назар аударайық. Яғни бұл жерде әшекейлік бұйымдардың тек қана қоладан емес балалар, алтынды да меңгергендігін көрсетеді. Мыстан жасалған. Мына көздер алдарыңызға көрсетілген. Сол кездегі табылған жәдігерлерге зерін салып қарасаңыздар балалар, нені бейнелейтіндер қараңыздаршы. Бұғы, арқар,
арыстар, яғни жануарлардың суретін керемет нақыштап жасаған. Осы тасмоладан көптеген бағалы экспонаттар табылған. Осыған қарай ғалымдар, яғни сол кездің өзінде үстем тап өкілдерінің билік жүргізгендігін көрсетеді. Солтүстік пен оңтүстікке қарай орналасқан екі кішігірім қорған бұт көтерілген балалар, оның шығысқа қарай несі жүргізілген? Мұртты қорғанның құрылысын көрсетілген. Ал үшіншісіне мән беріп қарасаңдар балалар, бұнда шеңбер. Бұл бір кішігірім қорған, одан екінші үлкен несін салған? Қорғанын салған. Яғни бұл мұртты обаларының ұзындығын көбінесе қалай салынған? Шығыс жаққа қарай орналастырған екен. Және төртіншісіне қараңыздар балалар, мұнда қорған бір қорғанды көрсетіп тұр. Яғни бұл жердегі басқаларына өзінің қандай ерекшеліктері көрсетіліп тұрғандығын байқауға болады. Яғни бұл қорғандардың балалар не үшін салды бұл обаларды? Кім салды? Яғни ғалымдардың айтуы бойынша көптеген қорғандардың, яғни бай, ауқатты адамдардың ел билеген рулардың көсемдеріне салынғандығын дәлелдейді. Сол жерден көптеген әшекейлі бұйымдар жасалынған, және қыш ыдыстар, ірі малдардың нелері табылған, сүйектері табылған екен. Қазақстан аумағында балалар 300-ден астам мұртты обалар ескерткіштері анықталды. Олардың таралған аумағы, айтып кеттім, орталық, солтүстік және шығыс Қазақстан жерлері. Мұртты обалардың басым бөлігі орталық және солтүстік Қазақстан аймақтарында шоғырланған екен. Бағана сіздерге айтып кеттім ғой, мына картаға мән беріп қараңыздар балалар, біздің солтүстік жағы, және мынау шығысымыз, және мынау орталық Қазақстанымыз. Грек мәліметтеріне қарасақ балалар, ғалымы Геродоттың айтуы бойынша сақтарды қанша топқа бөлінген деп ойлайсыздар? Яғни 3 топқа бөлінген екен. Бұл Сарыарқаның солтүстік батысына қарай агипилер балалар. Екінші орталығын Исидондар, және шығысында Аримастылар екен. Яғни осы мұртты обалардың сақ тайпаларына жататындығын дәлелдеп, ғалымдар, яғни сақ дәуірінің мұртты обаларының құрылыс кешендері екенін дәлелдеп айтып көрсетті. Неге мұртты оба деп атаған? Қазір Сандуғаш? Олардың мұртына қарап мұртты обалар деп айтқан. Дұрыс айтасыз. Екінші сұрақ балалар, мұртты обалардың ерекшелігі неде? Кәні Асия? Мұртты обалардың ерекшелігі, олар көбіне қарағанда мұртты болған. Олардың ерекшелігі мұртында. Жақсы. Картадан тасмалы археологиялық мәдениеттің орналасуын көрсетіңіз. Кәні кім көрсетеді? Бана картада айтып көрсеттім ғой балалар. Біздің Қазақстан қай аймағында орналасқан? Кәні Сандуғаш? Солтүстік Қазақстанда. Солтүстік жағында кездеседі. Және осы тасмалы Қазақстанның қай орталығында көп кездеседі? Орталық Қазақстанның орталығында көп деп кездеседі.